Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір біз сіздермен осындай эко қалашықты жасайтын боламыз. Ал бастайық. Осылай қатарынан қойып қойдым. Жаңағы белгіленген жерлері бойынша қиып шықтым. Енді осыларды жаңағы қабырғаларды құрастыруымыз керек. Ол үшін мына жерден ақырындап, мынандай канцелярский ножбен жай ғана бастырып шығамыз. Өйткені осы жерлерден біз не істейміз? Бүктейтін боламыз. Жай ғана бастырып шығамыз. Содан кейін қараңыз, мына бөлікке мына қабырғаны былайынан жапсыратын боламыз. Оған алып келемізде мына қабырғаны жапсыратын боламыз. Мінекей. Және ең соңғысына мінекей мына қабырғаны жапсырамыз. Мына бөлікке айналдырып алып келіп, мына бөлікті жапсыратын боламыз. Құрастырған кезде өзіңізге түсінікті болады. Қазір мен бірінші мына сызықтарды жүріп шығу керекпін пышақпен, содан кейін барып бүктеймін. Сонда 4 бұрышты мектебіміз шығатын болады. Қараңыздар, жаңағы сызықтар бойынша біз қиып алдық. Бұл бізде больница болады. Осы жерде мына сызықтар бойынша біз канцелярский ножбен ақырындап жүріп шығамыз. Мінекей осылайынан бүктелу үшін. Және мына жерде де дәл солай. Енді мына екі шеткі қабырғаға қараңыз, мына бөлікті осылайынан жапсыратын боламыз. Так, сізге көрініп тұр ма? Мінекей. Былайынан жапсырамыз. Яғни, бұл осы қабырғаның жалғасы болып саналады. Жапсырдық. Енді мына жақ бөлігіне мына қабырғаны жапсырамыз. Так, мінекей жапсырдық. Және соңғы бетіміз осы қабырғамызға жапсырамыз. Енді тұрғызып қарасаңыздар, соңғы бетіміз қалады. Оған ең соңғы қабырғамызды әдемілеп жапсырамыз. Осы жолы менің А4 қағазым сәл жұқалау. Сіздер қалынын жасаңыздар. Қалына шығару керек. Так, енді соңғысы, мына төбесін қалай бүктейміз? Төбесін мінекей былайынан жабамыз, екі жақ шетін жабамыз. Оның үстінен бірінші жағын жапсақ, және оның үстінен екінші жағын жабамыз. Сол кезде осындай болып төбесі жабылады. Және оның барлығы ыстық желінмен отыратын болады. Сол кезде мынандай болып біздің больницамыз шығады. Ал мынау біздің мектебімізде, алыстан көрсетсем, мінекей екі зданияны біз уже құрап болдық. Мына биік үйлерімізді тағы да түсіндіре кетейін. Мына жерде менде төбесінде ондай көп алынбады. Егер сіздерде возможность бар болса, онда үлкенірек қылып алыңыздар ағын, чтобы мынандай қылып, потом жабатындай. Егер жоқ болса, мінекей осылай қылып қиып аласыздар. Мінекей көріңіздер ғой. Мына арасын не істейміз? Жаңағы немен жүріп шығамыз, пышақпен жүріп шығамыз. Мінекей, мына жағы да қайырлатындай етіп жүріп шығамыз. Ары қарай не істейміз? Бұл жерде енді сәл жеңілдірек, өйткені қабырғалары барлығы бүктелініп дайын тұр. Тек қана мына соңғы бетті бір-біріне былайынан жапсырамыз. Ол үшін бізге сол бір ыстық қойымыз керек. Мінекей жағамыз, жапсырамыз. Әдемілеп жапсырсаңыздар, үйлеріңізде әдемі болып шығады. Мінекей жапсырамыз. Енді төбесін қайтеміз. Төбесін осылайынан жауып шығамыз. Төбесі ашық болып тұр ма? Оны қалай жабамыз? Мінекей артылған қағаздарыңыз бар болады ғой сіздерде. Вот соған аламыз да осының бойымен қанша керек, сонша кесіп аламыз. Кесіп алдым. Қараңыздар. Кесіп алдым, және осымен төбесін былайынан жабам, ыстық желінмен. Мінекей, болды. Осылай етіп қалған үйлерді де құрасаңыздар болады.
үйімізді де көрсете салайын қалай жасалу керек. Сәл көрінбесе енді кешірім сұрайын, камера қоятын жер жоқ. Мінекей, мынандай бөліктерді де арасын қиып отырамыз. Яғни ол бізге керек емес. Осылай қиып алдық қой, қараңыздар. Мінекей қиып алдым. Енді пышақтың ізімен жүріп шығамын. Артығын алып тастайық. Тез жасап жатырмын, себебі желім қызып кетуі мүмкін. Мінекей. Қазір құраудың жолын көрсетіп жүремін сіздерге. Мына жерінде біреу қалып кетіпті. Қараңыздар. Бұлай айтқан кезде уже түсінікті да, қалай ол жасалыну керек. Мінекей, мына екі жерін аламыз да, мына үйшіктің қабырғасына қарай былайынан жапсырамыз. Түсінікті ғой? Мына жерге жағамыз желімді және мына жерге. Осы екі бөлікті алып келіп, мына үйдің қабырғасына алып келеміз. Мінекей. Болды, жеп жеңіл. Ары қарай мына жақ бөлікті дәл солай жасаймыз. Мінекей. Енді мына жақ шеті қалды ма, оны мына жеріне жапсырып, үйдің бөлігін жабамыз. Жапқан кезде мына бөлікті де бүйтіп майыстыра кетіңіздер. Мінекей. Жабылды. Тек мына жері ғана бар, оны да бүйтіп жаба саламыз. Болды, еш қиындығы жоқ, барлығы түсінікті деген ойдам. Қараңыздар, мен мынандай етіп пеноплексті кесіп алдым. Квадрат несі, толщинасы 2 сантиметрлік менде қазір. Енді қараңыз, ұзындығы бойынша 60 сантиметр. Ал былайынан өлшеген кезде 50 сантиметр. Осыған біз қазір мына жолдарды орналастыратын боламыз. Жолдарды орналастырған кезде кез келген бағытта жасасаңыз болады. Тура мен сияқты қылып жасамасаңыз да болады. Яғни қалай ыңғайлы өзіңізге, мына жерге мысалы үйлер қоямыз дейсіз, мұнда больница қоямыз, мектеп, теплица, тағы да үйлер деп сөйтіп бөліп аласыз. Содан кейін соған орай жолдарды орналастырасыз. Мінекей осылай жолдың бойымен былай жапсырып шығамыз. Сол кезде светін жаққан кезде осылай жанып тұратын болады. Осы сымтемірді толығымен макетті қаптайтын боламыз. Қараңыздар, светін жүргізіп шықтым. Осындай әдемі болып шықты. Енді теплицамызды жасаймыз. Мынаны көбісі түсінбей жатады. Бұны қалай жасаймыз? Мына бетіндегі материал, ол не материал деп айта кетейін. Мына ішіндегі сурет, ол электрондық вариант. Оны жақсылап қиып аламыз белгісі бойынша. Содан кейін астына мен PVH-ны жапсырдым. Яғни картинаны PVH-ға жапсырдым. Содан кейін сол картинаның бойымен PVH-ны кесіп алдым. Енді мына шетіне өлшеп аламда, мен мына файловый листті жапсырам. Бұл кәдімгі файловый лист. Қазір көрсетемін сіздерге. Мынандай бүйтіп бет ашылатын кәдімгі біздің файлдар. Бұл қаттылау болып келген. Жай файлдарға қарағанда осындайын таңдаймын. Канцелярский магазинде сатады. Соны аламда бірінші мына жеріне жапсырам. Былайынан жапсырамын. Содан кейін бүйтіп айналдырып алып келіп мына жақ шетіне жапсырып шығамын. Болды. Еш қиындығы жоқ.
содан кейін осындай әдемі болып біздің теплицамыз біздің макетімізге сай болып шыға келеді. Содан кейін сіздерге айта кететінім бар, ол макеттерімді мен қандай гүлдермен сәндеймін және қайдан аламын, иә? Мен оны Каспий магазиннен алам, тапсырыс беру арқылы искусственные цветы деп іздесеңіздер шығады. Болмаса арнайы осындай магазиндерде болады сататын. Вот сол жерлерден сатып алсаңыздар болады. Өздеріңіздің жаңағы жасап жатқан жұмыстарыңызға сай етіп размерін алсаңыздар болады. Мысалы қарасаңыздар, мына біреу гүлдер алсам менің макетіме сай емес. Олардың размері үлкен, иә, тым. Ол менің макетімде ондай әдемі көрінбейді. Оның орнында менге мынандай гүлдер әлде қайда әдемірек болып келеді. Соны да ескерсеңіздер. Және де мынандай арнайы мохтар сатылады. Ол да Каспий магазинде бар. Мох деп жазсаңыздар шығады. Ол да макетті ерекше түрлендіріп, әдемі етіп тұрады, иә? Кәдімгідей күшті ұқсап тұрады. Ағашқа қолдансаңыздар болады. Болмаса осындай шөп ретінде де қолдансаңыздар болады. Осындай дүниелермен мен макеттерімді сәндеп, әсерлеп отырам. Көрдіңіздер ма, түстері, мысалы сары, қызғылт, осындай розовый, ақ түстер, осындай бірнеше түстерді алып қоям. Сол кезде әдемі етіп көрінетін болады. Осындай керемет бізде жасыл қалашық шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма подписка жасап қойыңыздар. Әлі де осындай керемет макеттер жасайтын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.